Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен осы орхидеяның топырағын қалай қолдан жасасақ болады. Өзімізге гүлдің, мысалы сіз орхидея арзан гүл емес, сатып аласыз, үйге келгеннен кейін оның астындағы барлық орхидея гүлдерінде көбінше торфяной стакан болады. Сол торфяной стаканды тазалап, өзінің жақсы топырағына отырғызу керексіздер. Себебі, егер де сіз оны жасамасаңыз, сол торфяной стакан өзіне ылғалды көп ұстайды. Ылғал ода ұзақ тұрғандықтан тура сол орхидеяның тамыр шығаратын шейкасын шірітеді. Сонымен басқа тамырлар шірейді, гүлі жаймендеп түсе бастайды. Жоғарғы жағына да, астыңғы жақтағы тамырына да қатты әсер етіп, гүліңіз көп ұзамай өледі. Жоқ дегенде бір ай, не болмаса 2 айдың көлемінде өліп қалады. Сол үшін кәдімгі осындай дайын орхидеяға арналған топырақтар, барлығын айтпаймын, барлығы качествосы нашар деп айтпаймын, бірақ ішінде качествосы нашар, біздің орхидеяның тамырына сай келмейтін түрлері де бар. Әрине, жақсы жасалған, тамырына сәйкес келетін барлық қоспасы осы бір пакеттің ішінде бар түрлері де бар. Оны әр фирма шығарғаннан кейін әр түрлі қып шығарады. Сол үшін кейде адамдарға, мысалы, сол орхидеяға сәйкес келмейтін, ішінде орхидеяға керек емес қоспалары бар осындай пакетте, дайын пакетте сатылып жатады орхидеяның топырақтары. Ол уақыт өте келе біздің гүлімізді шірітіп, тамырын шірітіп, гүл дұрыс өсе алмай қалады. Тіптен гүл ашпайтында болып қалады. Сол себептен кей кезде сондай топырақтарға ұрынып жатсаңыздар, өздеріңіз кәдімгі үй жағдайында қолдан жасап қалай отырғызуға болады, қандай топырақтар, қандай қоспалар қосуға болады, барлығын осы видеода айтамын. Каналға тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Дәл осындай пайдалы барлық түрлі гүлдердің күтімі бар каналда. Тіптен басқа да пайдалы видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Орхидеяға арналған қазіргі заманда көптеген фирмалар түрлі топырақтар шығарады. Соның ішінде қоспасында орхидеяның тамырына керек емес көң қосып тастайды, жаңағы агробальт дейма, сондай керек емес заттар қосып тастайды. Кейбіреулерінің ішінде караларының өзі мелкий, өте майда болып келеді. Оның барлығы біздің орхидеяның тамырына зиян. Неге? Біз сол топыраққа аламыз, орхидеямызды отырғызамыз, су құясыз, су қарған сайын ол топырақ отырады, нығыздалады. Нығыздалғаннан кейін орхидеяның тамырының дамуы нашарлайды, оған дұрыс ауа өтпейді, сіз құйған су дұрыс кеппейді. Сөйтіп, тамыр жаймен шірей бастайды. Сол себептен дайын топырақтың өзінің де ішіндегі қоспасы қандай көріп, тексеріп алғандарыңыз дұрыс. Егер де олай алмаймын, жоқ қолдан жасаймын десеңіз, дәл қазір мен қалай жасайсыз, қандай ірілікте алу керек, оған не қоссаңыз болады, барлығын осы видеода айтамын. Мінекей дәл осындай грунттар кейбіреулерінің сыртына пакеттің осындай бояуынан ішіндегі қоспасы қандай бізге көрінбейді. Дайын топырақ па, дайын топырақ болды, аламыз да кетеміз. Кейбіреулерде пакетте прозрачный болады, ол жерде барлығы көрініп тұрады. Кейбір орхидеяның топырақтары өте қатты, ірі болып келеді карасы. Оны жарайды енді, оны амалдап, қолмен сындырып, майдалап отырғызуымызға болады. Ал енді чересчур майда, ұнтақ кара болып келетін болса, дәл осы фотодағыдай нығыздалып, сіздің орхидеяңыздың тамырын шірітеді. Себебі ода жаңа мен айтып өттім, су ұзақ тұрады, ауа толық жақсы айналмайды, жаңағыдай нығыздалады су құйған сайын. Тамыр жақсы дамымай, осылай шірейтін болады. Сол үшін ләж болса, ол кезде сіздің гүліңіз дұрыс өспейді, гүлі бутоны тастайды, жапырағы солады, тамыры шірейді, соменен орхидея өледі. Ал енді өзіңіз үйден әр
затты бөлек сол жерден көріп, кәдімгідей қолмен ұстап көріп алсаңыз, өзіңізге пайдалы. Қалған артылып жатқан басқа гүлдердің топырағына салып жіберсеңіз де ешқандай зиян жоқ. Пайдасы болмаса зиян жоқ. Сол себептен дәл осылай ауыртып алмай, бүкіл тамырды шірітіп алмай, сатып аласыз. 2 аптадан кейін үйдің аурасына, үйдің несіне, стресстен шығып, жақсы үйренгеннен кейін астында торфяной стакан болады. Горшоктан орхидеяны абайлап шығарасыз, аккуратно тамырын ешнәрсесін сындырмай, сөйтесіз да ортасында, тура өзегінде, ортасында тамырдың астыңғы жағында торфяной стакан губка секілді болады. Соны жақсылап тазалап аласыз. Тазалап алғаннан кейін дәл осындай жақсы ірі караларды аласыз. Ірі болғанда да қатты ірі болмасын, дәл осы фотодағыдай болсын. Мысалы, ол да сіздің орхидеяңыздың көлеміне байланысты. Егер де сіздің орхидеяңыз үлкен, жасы үлкендеу болса, тамырлары көп болса, жақсы болса тамыры, онда сіз дәл осындай ірі орхидея жаңағы караларды алсаңыз болады. Ал неғұрлым ірі болса, тамыр жақсы дамиды, ауа жақсы өтеді. Ал егер де сіздің орхидеяңыз кішкентай, оның тамыры да кішкентай, шамалы жас орхидея болса, онда сіз кішкене осы фотодағыдай майдарақ кара алсаңыз болады. Түрлі мынандай тастар бар қазір, вулканный тастар, сондай тастар қоссаңыз да болады. Арасына ерімейтін тас қосу керек, бірақ еритін тастар бар, ерімейтін тастар бар. Су құйғанда. Ерімейтін тастарды алсаңыздар, ауа өткізгіш болады. Су құйған сайын керекті микро-макро элементтерді гүлге беріп отырады. Ал енді орхидеяның топырағына не қосамыз? Дәл осы фотодағыдай кара аласыз, мох аласыз. Ортадағы фотодағы суреттегі бұл мох. Ірі мох болса да болады, дәл осындай кепкен мох болса да болады. Енді сол мохтың мына жанында тұрғаны бұл кәдімгі чипсы субстрат. Бұл да өте пайдалы, ылғалды өзіне ұстайды, керекті суды тамырға беріп отырады. Осылардың барлығын жақсылап араластырасыз. Әрине, гүлді отырғызбас бұрын мохты шетке алып қоясыз да, басқа топырақтың бәрін араластырасыз. Гүлді лайықты горшогына отырғызасыз. Осы топырақтарды абайлап, жақсылап керек жердің бәріне, жаңағы қолыңыз сыймаса, бір ұзын жіңішке ағашпен, не болмаса басқа да заттармен сәл сілкіп итеріп тамырдың арасына кіргізіп, есебін тауып, ебін тауып отырғызасыз. Отырғызып алғаннан кейін өзінің көметін жеріне дейін ғана көмесіз, одан артық көмбеңіз. Енді мохты не істейміз? Мохты шетке алып қойдық қой. Мохты сол отырғызып болғаннан кейін топырақтың беткі жағына қоясыз. Төсеп, әдемілеп жайғастырып қоясыз. Сөйтіп горшок сонымен толады. Ал енді бұл процестің барлығын жасамас бұрын, алдымен осы топырақтағы бүкіл составты біз тазалап алуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Барлығын бір ыдысқа саламыз, үстіне қайнаған ыстық су құямыз. Ол сол суығанша тұрады, бір жағы өзінің денесіне керекті суды тартады. Кара өзінің денесіне керекті суды тартады. Жаңа чипсы да өзінің денесіне керекті суды тартады. Бір жағы ішіндегі бүкіл инфекция, құрт, құмырсқаның бәрі өледі. Естеріңізде болсын, каралардың ішінде майда құрттар болуы мүмкін. Себебі құрттар сол ағаштың қабығын жегенді жақсы көреді. Бұл жерде біздің ыстық суымыз сол майда шүйда тамырға зиян келтіретін заттың бәрін өлтіреді. Сөйтіп ол суда суғанша тұрсын, суғаннан кейін суын сүзіп төгіп тастайсыз, қалған топырақты кішкене болса да кептіресіз. Қатты кептіріп жібермейсіз, шамалы ылғал қалдырасыз. Енді дегдігеннен кейін осы орхидеяны барлығын араластырып отырғызасыз. Неге ылғалдап отырғызуымыз керек? Себебі біз орхидеяны егерде құрғақ топыраққа, құрғақ караға егетін болсақ, оған мысалы горшокты отырғыза салып, тамырлары сынған болса, суға салып қойсаңыз шірейді. Ол тамырдың сынған жері кебу керек. Сіз ылғал топыраққа отырғызсаңыз, ол карадан өзіне керекті ылғалды алып отырады. Былшылдаған суда тұрмайды, просто ылғалды алып отырады. Ал егерде құрғақ караға отырғызсаңыз, ол
Кара сіздің орхидеяның тамырындағы суды өзіне тартып алады қайта. Сонда гүлдің денесіндегі суды кара жаңа субстрат өзіне тартып алады денесіне. Сол үшін алдымен топырақты ылғалдап, ыстық суға батырып, керекті жаңағы процестің бәрін жасап аласыз. Одан кейін тамырға лайықты горшок таңдайсыз. Прозрачный болса тіптен жақсы. Сөйтіп жаңағыдай пересадка жасап, астындағы торфяной стаканды алып тастайсыз да, бүкіл топырақты амалдап, ептеп астына кіргізіп, тамырдың арасына кіргізіп, әдемілеп пересадка жасайсыз. Дәл осы видеодағыдай барлық топырақты, барлық жаңа айтқан процестердің бәрін жасап көріңіздер. Гүлдеріңіз әдемі болып жайқалып өсе берсін. Егер тек жаңағы жапырақтары солып, әжімделіп, су жетіспегеннен жиырылып жатса, онда сіз оған кәдімгі дискі болады ғой, ватный дискі. Сулайсыз суға, сөйтесіз да сол ватный дискіні жапырақтың бетіне төсеп. Ол керекті ылғалды алып, жапырақ өзінің қалпына келеді. Жапыраққа гүлге тигізбей, жапыраққа үнемі жаңағы гүлге су шашатын ыдыстармен су шашып отырсаңыздар да болады. Бірақ ортадағы резеткасында су қалып кетпесін. Шіріп кетеді гүліңіз. Резеткадағы суды мақтаменен, үшкір ұзын нәрселерменен, ухачистка болсын, сондай заттарменен ортадағы резеткадағы суды алып тазалап отырыңыздар. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар.